Қайырлы күн, біздің домбыра үйрену сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі сабақта біз сандық нота дегеніміз не, сандық жүйе арқылы домбыраны қалай үйренуге болады, және де домбыра үйренушілерге арналған бір кеңес бар, соны айтып өтейін. Жалпы ең бірінші кеңестен бастайық. Домбыра үйренушілердің арасында мынандай теріс пікірлер қалыптасқан. Ол 70-80% бірінші бастағандар ойлайды, ол сұлық жоқ. Ол қате түсінік. Сұлық дегеніміз жалпы не? Соған бірінші тоқталайық. Сұлық дегеніміз ол есту қабілеті. Егер адам айналадағы дыбыстарды ести алатын болса, кез келген әуенді ыңылдап айта алатын болса, естіп жүрген. Ол адамда сұлық бар, ол адам өзінің еңбегіне қарай, дайындығына қарай, нота арқылы үйрену қиын, нота жаттау керек, ету керек, үсті-үстіне жаңағыдай өзіне қиындық қоса береді. Ол да қате пікір. Сол үшін біз осы нота арқылы, сандық нота арқылы үйрену жүйесін бастадық. Ол қалай жүзеге асады? Мысалға алатын болсақ, нота дегеніміз, мына. Бұдан қарап сіз еш нәрсе түсінбеуіңіз мүмкін, мына жерде нелер тұрды. Енді біздің сандық нотамызды алатын болсақ, мінекей. Бұл жерде сіз бірдеңелер түсініп жатсыз. Яғни сандар сіз білетін кәдімгі. Осы сандардың қай жерде орналасқанын біліп алып, сіз осы сандарға қарап ешқандай нотаны жаттамай, әнді, күйді өзіңіз қалаған үйренсеңіз болады. Енді ол қалай жүзеге асады, соны қараймыз. Бізде домбыра мынау үш бөліктен тұрады жалпы. Басы, мойны және денесі, шанағы деп айтылады. Енді осы жерде бізде мойнында пернелер бар. Перне дегеніміз мынау әр бөлік, бөліктер. Осы бөліктерді біз пернелер деп айтамыз. Мына жерде мойнында 19 перне бар. Барлық домбырада 19 перне болады. Енді біз осы сандық нотамен домбыраны үйрену үшін әнімізді, күйімізді 19 санды білсек болды. Мысалға алатын болсақ, мына жерде 1, мынау 2, 3, 4 деген сияқты осылай кете береді саналып. Мынадан басталады. Бірден басып санайсыз. Енді мысалға алатын болсақ, біз қалай жасаймыз? Бізге мысалы мына ән берілген, Еркемай деген ән. Осы әнді қазір орындап көрсетейін сіздерге. Және қаншалықты оңай екенін өздеріңіз түсінесіздер. Мысалға қараңыздар. Мына жерде бізде екі математикалық тілмен айтқанда бөлшек берілген. Астында және үстінде, үстіңгі шекте 4 деген санымыз тұр. Үстінде, бөлшектің үстінде 4 деген санымыз тұр, бірақ ол бізде домбырада керісінше астыңғы шекте орындалады. Міне, астыңғы шек дегеніміз мынау. Астыңғы шек дегеніміз мыналар, ал үстіңгі шек дегеніміз мынау. Түсінікті, енді қараймыз. Осы жерде үстіне жазылған, бөлшектің үстіне жазылған 4 дегенді астынан 4-ті табамыз. Санаймыз. 1, 2, 3, 4. Міне, 4-ші пернеміз мынау біздің. 4 деген сан, ол 4-ші перне деген сөз екен. Енді бізде астында, бөлшектің астында 5 деген сан жазылған, ол бізде керісінше үстіңгі шекте жазылған. Мына 2 бөлшек сан, мынау астыңғы және үстіңгі 2 шегіміз ғой біздің. Былайша айтқан кезде. Енді осы үстіңгі шекте 5-ті, мынау 4 болса, келесі мынау бізде 5. Мынау 4, мынау 5, Бұны үстіңгі шекті біз бас бармақпен аламыз. Мынау бізде домбырада бас бармақ үстіңгі шекте жүреді. Және 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші саусақ. Бұл астыңғы шекте жүреді, осы 4 саусақ. Осыны жақсылап түсініп алыңыздар. Енді келесі бізде жаңағы 4 пен 5-ті ұстаймыз. Және де үстінде бізде қағыс тұр. 2 бөлшектің үстінде П деген жазу тұр. Ол П дегеніміз бізде төмен деген қағыс білдіреді. Төмен деген қағысымыз мынау біздің. Төмен. Домбыраны қағыс қаққан кезде мынау 5 саусақтың 3-еуін жұмамыз. Мына 2 саусақпен біріктіреміз. Ручка ұстаған сияқты. Осы екеуімен тартамыз.
төмен қаққан кезде мынау сұқ саусақтың тырнағымен ұшымен төмен, ал жоғары тартқан кезде бас бармақтың тырнағымен жоғары тартамыз, иә. Бірінші бізде қағысымыз 4-те 5 ұстайсың дейді, 1-ге 2-ін. Және төмен қағыс қағамыз. Келесі үстіңгі шек, яғни астындағы бөлшектегі сан 5 тұра береді, ал астында үстіңгі бөлшектегі сан 7-ге ауысады. Міне 4, 5, 6, 7. Міне осы жерден ұстаймыз да, және В деп тұр үстінде. Ол дегеніміз жоғары қағыс. Жаңағы айтқан бас бармақпен жоғары тартамыз. Осы жерде тағы да 3 қағыс. Төмен, жоғары, төмен. Түсінікті, иә? Сонда бізде қараңыздар. 4, төмен, 7, 7, 7, 7. 4 қағыс қағамыз. Одан кейін қайтадан 4-те 5-ке келеміз дейді. Астында 4, үстінде 5. Бұл жерде жоғары деген қағыс. В, яғни, жоғары тартамыз. Және енді 5-те 5 өзгереді. Үсті тұра береді. Үсті тұра береді. Ешқандай қозғалып жатқан жоқпын. Тек астынан. Енді 5, және асты да 5 міне. Екеуін бірге ұстаймыз, және осы жерде төмен қағыс қағамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз пернелерді басқан кезде мынау перненің астыңғы жағынан басамыз. Кез келген перненің мынау келесі перненің сызығына жақындатып басамыз. Мына жерден, яғни кез келген саусақты болсын. Міне. Иә? Енді біз жаңағы бірінші қатары кетті. Еркемай күйіміздің енді екінші қатарына келетін болсақ, осы екі қатар мысал ретінде берейін. Және де бұл жерде бізде тағы да екі бөлшек, үстінде қағысы, барлық бізде сандық жүйеде осылай келеді. Бұдан артық еш нәрсе жаттамайсыздар. Астыңғы шекте 5, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. Және үстіңгі шекте 7. 5, 6, 7. Үстінде бас бармақ 7, астында 5. Екеуін ұстадық. Осы жерде тағы да П, төмен қағыс. Төмен. Және де астында 9-ға барамыз. 5, 6, 7, 8, 9 міне. Осы жерге келдік. Үсті 7-те тұра береді. Жоғары, төмен, жоғары, төмен. Қайтадан 5-те 7-ге барамыз. Жоғары. Және 7-те 7. Тура 5-те 5 сияқты 7-те 7. Төмен. Түсінікті. Енді үшінші қатары қайтадан бағана бірінші қатарымыз қайталаймыз. 4-те 5-ке келеміз, яғни 4, 7, 7, 7, 7, 4, 5. Тура сол. Енді ең соң қатарымыз 5-те 5-тен бастаймыз. 4-ші қатар төмен және 7-те 5. Астыңғы шекте 4-ші саусақпен ауысамыз. Жоғары және 4-те 5. Бірінші саусақпен 4-ке барамыз. Үстінде 5 тұра береді. Екі рет төмен, жоғары және енді. Мына жерде бізде уже 0 деген сан келді. Пайда болды. 0 дегеніміз ол ешқайсысын баспаймыз деген сөз. Ашық деген сөз. Яғни ол 0 бізде астыңғы бөлшекте тұрғандықтан біз оны үстіңгі шек деп аламыз. Үстіңгі шекте бізде 0 міне баспаймыз. Баспамақпен жібереміз. Тек астыңғы шекте 2-ні ғана басамыз. Осы жерде төмен, жоғары қағыс және 0-де 0. Яғни астында жібереміз деген сөз. 0-де 0. Енді барлығын қосамыз. 0. Осылай біз әр кетсе 5-10 минуттың ішінде бір әнімізді үйреніп алуға болады. Ол үшін біз сандарды осылай санап отырамыз. Кейіннен ол қол жатталып қалады миға. Сол кезде тез табуымызға мүмкіндік болады. Осылай үйренеміз.